Сәлем достар. Бүгін біз сендерге 365 күн деп аталатын керемет фильм туралы айтатын боламыз. Жайғасып отырып алыңыздар. Ал біз бастадық. Максим және Лауралар отау құрып, жаңа өмірге қадам басуды ойластырады. Қалыңдығыны той көйлегінде көріп, оның іш киімі жоқтығын біліп, өзін ұстап тұра алмай, сол жердің өзінде махаббатпен айналыса бастайды. Олар жұмысын істеп жатқан бір мезетте, Лаураның ең жақын досы кедергі болады. Олардың махаббатпен айналысып жатқанын көрген Олга, қалыңдықты кию жігіт тойға дейін той көйлегінде көруге болмайтынын, кексті түнге дейін тоқтатуды айтады. Жалғыз қалған құрбылар әңгімелесе бастайды. Лаура жігітіне бір кездері түнелде болған жағдайды айтудан қорқатынын айтады. Түнелде ол жарақат алып, қарнындағы баласын түсіріп алғанын Максимге айтудан қорқады. Егер ол білсе, қанды соғыс басталады деп ойлайды. Олар отау құрады. Бірінші түнге қыз киюіне сюрприз дайындаған. Олар құтырған арыстандай махаббатпен айналысады. Бұл мезетте екі жастың неке қиюында куәлік берген достары да бірін-бірі ренжітпей, махаббатпен айналысады. Бал айы көңілдегіндей басталады. Ерлі зайыптылар өмірлерінен рахаттанады. Тыныш гольф ойнап жатқан Максимге тыныштық бермеген Лаура. Олар үйге келіп өмірлерінен ләззаттанып жатқан достарының шырқын бұзады. Максим досына қыздарды емес жұмысты ойлау керектігін айтады. Екі дос жұмысқа кетеді, ал қыздар мейрамханаға барады. Мейрамханада Лаура досымен әңгімелесе отырып, сөз барысында киюі оның көңілінен шықпай жатқанынан көңілі толмайтынын айтады. Кешке екі жас махаббатпен айналысады, бірақ жігіт тез бітіргендіктен қыз құштарлығынан шыға алмайды. Біраз көңілдерін көтеру мақсатында қыздар қалаға аттанады. Қалада ол киюімен кездесіп қалады. Киюі оған тезде үйге қайтуды айтады, бірақ қыз келіспейді. Ол сәлде болса еркіндікте жүргісі келетінін ашық айдын жеткізеді. Ерлі зайыптылар сөзге келіп қалады. Таң атады. Бұл күн Лаура үшін ерекше басталады. Өйткені ол үйінде жаңадан жұмысқа келген бағбанмен танысады. Қыздың көңілін босатып жіберіп, бірақ өзін басып, жұмысынан айырылғысы келмеген бағбан өз жұмысына кірісіп кетеді. Кешкі отырыс кезінде Максим әйеліне киім-кешек бизнесін сыйға тартады. Доменико да қыздың құрбысына сыйлық дайындайды. Ол қыздың қолын сұрайды. Жұбайлар түнді көңілді өткізеді. Құрбылар таңертең қалаға барып, жаңа офисімен танысады. Жас жұбайлар бірнеше күнден соң үлкен кешке барады. Киюі өзіне көңіл бөлмегеніне наразы болған Лаура ата-анасымен әңгімелеседі. Балконға қараған Лаура киюін Аннамен әңгімелесіп жатқанын көріп қалады. Лаура олардың артынан барып, оларды диванның үстінде ұстап алады. Жылап көшеге шыққан қыз бағбанмен бетпе-бет келеді, және одан оны алысқа алып кетуін сұрайды. Желі ұстаған бір жерде қыз анасына дауысты хабарлама жолдап, Максиммен ажырасатындығын жеткізіп, телефонды суға лақтырады. Қызының хабарламасын алған анасы киюінің алдына барып, оның бетінен шапалақ тартады. Лаура жаңа өмірге қадам қоя бастайды. Начоның аяғы ауыр қарындасымен танысып, бұрын ол тұрмыста болғанын одан жасырады. Әңгіме барысында қарындасы, ағасы оған ғашық болып қалғаны туралы айтады. Кешке ол Начомен көңілді әңгіме құрады. Әйелін табу мақсатында Максим ескі ғашығымен кездеседі. Бірақ Анна Максимдің сөздерін теріске шығарып, екеуі тағы да бірге бола алатынын жеткізеді. Бірақ бұл ұсыныс жігітке ұнамайды. Максим әйелі бағбанның үйінде екенін анықтап, ол жерге оларды өлтіруге адам жібереді. Бірақ бұл ойы жүзеге аспайды. Өйткені бағбан оларды бірін-кетін өлтіріп тастайды. Бұдан шошып кеткен Лаура не болып жатқанын Начодан сұрайды. Начо бұлар жай ғана ұрылар, үйді тонау үшін келген деп жауап береді. Таңертең Лаура көңілсіз оянады, өйткені ол Начоға романтик кеш ұйымдастырған, және оны ұрылар бүлдірген деп көңіл күйі болмайды. Лаура күн өте бере Начоға көнеке бастайды. Олар махаббат аралына бірге барады. Күнді көңілді өткізіп жатқа жастар сүйсе бастайды. Бірақ Лаура оң киюі барлығын, оның көзіне шөп салғысы келмейтінін айтып, Начоны тоқтатады. Начо бұған түсінікпен қарайды. Олар аралда өмір сүруді жалғастырады. Күндер өте береді. Бір күні Лаураға Начо өзі бағбан болса, оған соншама ақша қай жерден келіп жатқанын сұрайды. Начо оған бар шындықты айтады. Максим мен Начоның әкесі бір-біріне дұшпан адам екенін жеткізеді. Қыз ашуланады. Начо бүгін әкесі Максиммен кездесетінін, ол сол кездесуде болуы керектігін айтады. Лаура Начоны жалғыз жібермейтінін айтады. Әкесінің үйіне Лаурамен келген Начо қызды күзетшілерге қалдырып, Начо ішке кіреді. Фернандо Максимдің ашуын шығарып, оның егіз ағалармен істесіп жатқанын айтады. Максим ашуланады. Начо әкесінің сөздерін естіп Лаураны мүлдем басқа адамдардың қолына тастап келгеніне көзі жетіп, Максим мен Начо қызды іздеуге кіріседі. Бұл уақытта інісінің әйелін ұрлап кеткен ағасы Лаураға күліп шындықты жайып салады. Максим оның көзіне ешқандай шөп салмағандығы, бұлардың бәрі қойылым екендігін айтады. Бұл қойылымда Максимдің бұрынғы ғашығы да болады. Начо мен Максим Лаураны табады, бірақ оны Максимдің ағасы кепілде ұстайды.
Ағасы інісіне түнелде Лаураны жарақаттап, оның ішіндегі сәбиін өлтіргені туралы айтады. Лаура қашуға тырысады, бірақ оны Анна атып қояды. Бұған шыдай алмаған Начо Аннаны Максим ағасын атып өлтіреді. Сол мезетте Начо әкесінің арманын орындап, Максимді өлтіре салса болар еді. Бірақ Начо ондай істемеді. Начо Лаура мен Максимдің махаббаты жалғасуын қалады. Максим Лаураны құшақтайды және сол жерде кино өз мәресіне жетеді. Достар, осымен біздің видео өз соңына жетті. Егерде сіздерге біздің видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Бұл бізге келесі видеоны шығаруға үлкен шабыт береді.